біздің республикадағы ең мықты, ең жоғарғы деңгейдегі музыканттар осы жерде. Мына негізгі үлкен сахнада симфониялық оркестр, ар жақ үстінде бұрышында хор капелласы, астында үрмелі аспаптар, камерный залда отырар сөз оркестрі. Бұларды жаңағы негізгі жұмыстары сағат 10-дан басталады. Нағыз творчестволық айғай-шу, ол жерде жаңағы арасында талас тартыс болады, дирижердің өзінің шаруасы бар. Қызып атыр. Армақ қадірлі көрермен, Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясының құрамы әр жылдары симфониялық үрмелі аспаптар оркестрі, үрмелі ағаш аспаптар квинтетінен толықтырылып тұрды. Бүгінгі әңгіме осы өнер ұжымдарына байланысты. Филармония сахнасы. Музыканттардың бірі аспаптарын қораптарынан шығарып, енді бірі шаң тозаңын сүртіп жатыр. Сәлден соң мұнда симфониялық оркестрдің дайындығы басталады. Мен бұл ұжымға, симфонический оркестрге 97 жылы келдім. Біздің маэстромыз марқұм Төлепберген Абдрашев ағамыз шақырды. 5-ші курстан бастап уже жұмыс істей бастадым. Инструмент әрбір музыканттың наны деп ойлаймын. Кішкентай кезінде, мен мысалы 7 жасымнан осы инструментте ойнап жүрмін. Былай қарап тұрсаңыз, үлкен сияқты, бұған өте қараусыз көп керек та, өйткені өте нәзік инструмент. Бірінші ойлаймын, өз инструментің жақсы көруің керексің. Ол сенің жақсы айтқандай балаң сияқты мәпелеп қарамасам болмайды. Көп музыканттар, солисттер келеді бізге, көп дирижерлар шақырылады, көптеген шетелден. Ринат Салаватов, Вак Папян, Израильден, Англиядан да дирижерлар келді, Франциядан келді дирижер. Шетелдіктер алдында қазақ мәртебесін көтеріп жүрген симфониялық оркестрдің тарихы тереңде. Бұл ұжымның алғашқы ұйымдастырушысы қазақ КСР-ның халық әртісі Фуат Мансұров. Содан да Фуат Шәкірұлының есімі осы ұжымның тарихына алтын әріппен жазылды. Бұл симфониялық оркестр 1938 жылы Қазақ радиосының жанынан құрылды. 1958 жылдан Қазақ мемлекеттік филармониясының құрамына енді. Ұжымда әр кезеңде жоғары білікті музыка мамандары басқарды. Соның бірі жаңағы 2007 жылы өмірден озған біздің әйгілі Төлепберген Абдрашев ағамыз. Осы симфонияның үлкен деңгейге көтерілуіне өлшеусіз үлес қосты кісі. Ал қазіргі таңда мемлекеттік симфониялық оркестрдің бас дирижері, бірнеше байқаулардың жүлдегері, жаңағы Төлепберген Абдрашев ағамыздың шәкірті, өте талантты музыкант Қанат Омаров. Мен осы ұжымда істеп жатқаныма 3 жыл болды. 2015 жылдан бері өзім саксофонда ойнаймын, фортепианода ойнаймын, бірақ негізгі аспабым өзім саксофон. Оркестрге шақырту алған кезде мен 27-де. Әрине, ұжымды басқару деген оңай тірлік емес. Оған тек қана профессионалдық кәсіби дайындық емес, және де
психологиялық жайында өзіңді дайындауың керексің, адамдармен тіл табысу деген. Қанат Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының түлегі. Әлемге әйгілі италиялық дирижер Фабио Луизиден тәлім алған. Швейцариядағы Цюрих театрында, Нью-Йорктегі Метрополитен опера театрында білімін шыңдады. Карнеги Холл, Кеннеди Центр, Китара Холл, Маринский театр сияқты әлемдік сахналарда өнер көрсетіп жүр. Қазір симфониялық оркестрді сиқырлы таяғымен басқарып жүр. Орындайтын Мемлекеттік академиялық симфония оркестрі. Оркестрдің бас дирижері және көркемдік жетекшісі, халықаралық конкурстардың лауреаты Қанат Омаров. Бұл жерде бәрі бір-бірімен байланысты. И оны қалай байланысатынын анализ арқылы сен меңгересің. Ол бізде дирижерлік профессияның көбісі бізде анализ. Анализ. Соны одан кейін оркестрге келіп жасайсың. Қалай композицияның техникасын кішкене білу керек. Осы программаны қалай жүргіземіз? Концертті өткізу бәрі дирижерға байланысты. Әр дирижердің өзінің подходы болу керек. Опыт дейміз, тәжірибесі болу керек. Жалпы біздің симфониялық оркестр қандай дирижер келсін, жасы келсін, үлкені келсін, өте тез жиналып, профессионалдық деңгейде, жоғары деңгейде әр концертіміз өтеді. Бұл ұжымның күрделі музыка ойнауға шеберлігі жетеді. Мұнда кілең кәсіби музыканттар жиналған. Қазір олар келесі концертке дайындық үстінде. Очень хорошо, духовики, валторны, очень хорошо. Можно чуть-чуть поярче валторны. Чуть-чуть поярче, да, чтобы прям звенело ваш инструмент. То, что касается струн, чи-та-ра-ри, ра-ра-рам. Какие-то такие неоправданные акценты, да. Партитурадағы жазылып тұрған нәрсе, оны оркестр, мысалы, оркестрдің артистері, музыканттары оны өздері біледі. Қалай ойнау керек екен. Дирижердің негізі міндеті ол параққа жазылмаған, сол ноталардың астында жатқан ойларды істеу. Музыкант ретінде бәрі де естеді. Ал дирижерға енді екі есе есту керек. Өйткені кәсіп өзі соған ыңғайлайды. Сіз өзіңіз қажет еткен аспаптың дыбысын ести алатын бір сондай тәжірибе жинайсыз. Мысалға, кейде ойнап тұрған кезде бір аспаптың дауысы бәсең немесе бір анықтап тыңдау керек болады. Кейде үрмелі аспаптармен шекті аспаптарды немесе ұрмағылмен соқпалы аспаптарды қатар естуге тура келеді. Бұл енді кәсіптің ерекшелігі және жылдар бойы тәжірибемен келетін нәрсе. Мемлекеттік симфониялық оркестрдің ендігі бір дирижері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Мүслім Әмзе. Ол Израильдегі Аштот симфониялық оркестрінде, Гнесиндер атындағы Ресей музыка академиясында, Мюнхен симфоникер оркестрінде тәжірибеден өткен. Алғашқы дебюттік концертін Израильдің Ришон, Лезион және Аштот қалаларында өткізген.
Айтма жамылы қара көк, сағыныма сәулеме келерде. Айтып айтпай немені, бұл өлімді егеме. Оркестрде отырған музыкант, бірінші қасындағы музыкант, бүкіл оркестр бір-бірімізді тыңдауымыз керек. Өйткені тыңдамасақ, біз жан жаққа шығып кетеміз. Жалпы оркестрдің құрамында барлық жерде 90 мен 120-ның ортасында музыкант болу керек симфониялық оркестрде. Ең мықты, үлкен музыканттар жететін оркестрлерде солай. Бізде де осы 100-ге таяу адам бар. Енді ол шығармаға байланысты. Егер камералық құрамға жазылған болса, онда 30 пен 40-ның ортасында музыкант ойнайды. Одан үлкен шығармалар бар, 60 пен 70-ның ортасында ойнайды. Енді өте үлкен, 3 есе үлкен құрамға жазылған шығармалар бар. Мына сахнаның өзі үлкен ғой, филармония сахнасы. Соның жанындағы мысалға есікті ашып, кулиса деп айтамыз, перденің арт жағында да отырған кездері болды музыканттардың. Концерт күні біз музыканттар бәрі жиналады. Сахнаға шыққан кезде біз көрерменге қарамаймыз. Өйткені біз көрерменге жеткізе білуіміз керек біз музыканы. Оларға ол тыңдап, сол музыканы ләззат алу керек. Зал толық отырса, бізге шабыт береді. Концерт біткен кезде халықтың берген ілтипаты, сонымен шабыт аламыз. Классика деген сөздің өзі аудармасы үлгі деген мағына береді. Қанша уақыттан бері жоғалмай, осы ұрпақтан ұрпаққа жетіп келе жатқан музыканың озық үлгісі бұл бұдан кейін де жасай береді деп ойлаймын. Әркез аудиториясы болған, әр оркестрдің. Халық музыкасы болсын, симфониялық музыка болсын, камералық музыка, немесе хор ұжымы болсын, әрқайсының өзінің бөлек аудиториясы бар. Бұл оркестрдің алтын қоры. Мұнда қыруар партитуралар сақталған. Не, вот нет, видите, вот до мажорная партитура. А партия есть, голоса есть? Да, голоса есть. Ну все, ладно. Қазақстандағы репертуары ең бай симфониялық классикалық жанрдағы ең бай оркестр деп айта аламын. Өйткені шынымен де репертуар өте көп. Чайковскийдің барлық симфониялары бізде Малер, Бетховен, Брамс және Қазақстандағы бүкіл композиторлардың бірінші орындалу осы ұжыммен орындалған премьералары. Осы оркестрдің репертуары үшін өте көп дүниелер жазған. Біздің кәсіби композиторларымыз болды. Мысалға, сол белгілі ағамыз Ахмет Жұбановтан бастасақ, бері қарай Брусиловский, Ерзакович, көптеген кәсіби музыканттар осыған жазды. Құддыс Қожа, Ғайза Жұбанова, Еркеғали Рахмадиев, бүгінгі дейінгі композиторлардың осы қарап отырған жоқ, бәрі осы оркестрге жазады. Егер сұрыптап келіп, бағдарлама жасап, қазақ мәдениетін шетке таныстыру мақсатында жобалар болатын болса, әрине бұл оркестрдің оған әлеуеті де жетеді, репертуар базасы да жетеді. 1998 жыл оркестрге академиялық құрмет атағы берілді. Ұжым бүкілодақтық байқаудың лауреаты, әр жылдары талай әлем сахналарында концерттер қойды.
Бізде гастрольдік сапарлар көп болды. Бразилия, Аргентина, Германияға, Израильде де болдық. Өйткені музыканы оркестрмен тек қана өзіміздің филармонияның ішінде емес, шетелдерге де көрсету керек. Осы маусымда классикалық заманауи музыка жанрында үлкен фестивальға қатысты. Өте қиын шығармаларды ойнадық. Осы мынау қазіргі заманның ең үлкен мықты композиторлары, мысалы Тристан Мюрай, Клаус Ланг деген композиторлардың шығармаларын ойнадық. Мемлекеттік деңгейдегі шаралардың әрқайсысынан қалмайды. Сонан кейін мынау алыс жақын шетелдің барлығында әрқашанда жоспарлы түрде бізде гастрольдік сапарлар болады. Мысалы, Англияға жол жүргелі отыр. Дублин деген, Манчестер деген қалалар бар. Солар бізде жоспарда тұр. Филармония құрамындағы ендігі бір үлкен ұжым мемлекеттік үрмелі аспаптар оркестрі. Ондағы музыканттар сахнаға шығар алдында бәйгеге шабараттай тыпыршиды. Оның да жөні бар. Өйткені үрмелі аспаптарды бабына келтіре ойнау оңай дүние емес. Үрмелі аспаптар оркестрі құрамына флейта, габой, кларнет, саксофон, фагот сияқты ағаштан жасалған аспаптар, валторна, труба, тромбон, корнет, баритон, контрабас сияқты жезден жасалған және соқпалы музыкалық аспаптар тобы кіреді. Менің аспабымда габой дейді. Сол бір-екі күн ойнамасаң уже ойнай алмай қаласың. Дыбысың да шықпайтын, содан кейін күнде дайындаламыз. Өзің дайындаласың, өзің. Ерекше оркестрден басқа. Оркестрде ойнағанда уже дайын келесің. Әр музыканттың міндеті тек қана өзі ойнамай, бәрін тыңдап, сол бәрімен бірге ойнау. Бірге ойнамасақ, мына жаққа. Дирижер қалай дирижер, біз солай ойнаймыз. Ұжымның бас дирижері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, профессор, үрмелі оркестрлер мен ансамбльдердің дүниежүзілік ассоциациясының, тромбонистердің халықаралық ассоциациясының мүшесі, Азия және Тынық мұхит мемлекеттерінің үрмелі аспаптар жетекшілері ассоциациясының мүшесі Қанат Ахметов. Дирижерлік өнер ешкім білмейді. Так қолмен бірдеңе істейміз. Ең маңызды мында құлақ. Құлақта болғанда, басында болғанда бәрі дұрыс шығады. Кейбіреулер дирижерлар сахнаға шығып, бұлай істейді, бұлай істейді. Әдемі, бірақ музыка жоқ. Қарағанды облыстық музыкалық интернатта өскенде 1973 жылда Қарағандыға Государственный духовой оркестр России келді. Содан мен бірінші рет тыңдадым. Жақсы үрмелі аспаптар оркестрі. Мен қарадым, Қазақстанда ондай оркестр бар екен. Жоқ болған. Содан сол уақыттан ойыма түсті ол арманым. Мәскеу консерваторияны бітіріп, Алматыға келіп қарасам, ондай оркестр жоқ.
әлі. Содан мен Ғазиза Ахметовна Жұбановаға хат жаздым. Маған көмектесті. Сөйтіп 1990 жылы Қазақстан Республикасы мемлекеттік үрлемелі аспаптар оркестрі құрылды. Содан бері Қанат Ахметов үрлемелі музыка жанрын дамытуда еңбек етіп келеді. Ол Қазақстан Республикасы қорғаныс оркестрінің марштық репертуарына айналған жинақты шығаруға атсалысты. Қанат Ахметов дирижерлік өнеріне қоса тромбон аспабында шебер ойнайды. Орта Азия, Әзірбайжан, Татарстан және Башқұртстан елдерінің өнерпаздары қатысуымен Алматыда өткен халықаралық байқауда жүлдегер және Германияда өткен тромбонистер жарысының дипломанты атанған. Үрлемелі аспаптар оркестр деген, ол классикада ойнайды, популярный музыкада ойнайды, эстрада, джаз, барлық музыка. Біздің репертуарымызда да қазақтардың не қазақ музыкасы көп. Өйткені Қазақстанның композиторы ең бірінші, содан кейін классика дейді ғой, шетелдің композиторлары, орыс композиторы, неміс бәрі түгел. Қазақстан композиторы бізге арнайы музыкасы жазды. Ең жақсы әрине Адил Бестібаев деген. Оның 10 партитура әлемдік баспа сатып алды. Енді әлемде ойнап жатыр қазақ музыканы. Бисмилlah деп. Осы оркестрдің репертуарында қандай әндер болады, соны айтып жүрдім. Сосын соңғы кездері біз оркестрмен программный концерт дейді ғой. Сол концертке арнайы әндерді таңдап, көріп, соның басқа жерден аранжировкасын жасап, басқа оркестрден симфониялық оркестрдің аранжировкасын алып, соны духовой оркестрге бәрін сүйемелдеп, бәрін дұрыстап жазып, қаншама әндерді, арияларды шығардық енді сахнаға. Ұжымда 67 адам еңбек етеді. Олар республикалық және халықаралық байқаулардың лауреаттары, дипломанттары, оркестр мүшелері кілең ер адамдар. Жалғыз әйел заты бар. Ер адамды басқару деген өте оңай. 5-6 әйел болса қиындық болады. Үрлемелі аспаптар оркестрінің тағы бір ерекше өнері бар. Олар композицияны орындау кезінде түрлі трюктар жасайды. Оны көзбен көру керек. Музыканы ойнап жүріп, олмен билеу, ол тек қана үрлемелі аспаптар оркестрлер орындайды негізінде. Ондай бағана дефилені симфониялық оркестр болмаса, халықаралық аспаптар оркестрімен істемейді ешкім. Тек осы үрлемелі аспаптар оркестрі.
Біздің концерттерге енді адамдар көп келеді. 2 ай, 3 ай бұрын билет болмайды уже біздің концертімізге. Мына осы зал толы болып тұрады. Оркестр 200-ден астам концерттік бағдарламалар қойды. Ресей, Германия, Америка құрама штаттары, Франция, Англия, Қытай елдерінің белгілі дирижерлері мен музыканттары қазақстандық үрмелі оркестрмен бірге өнер көрсетті. 1 жылдан кейін біз бірінші рет шетелге барып келдік, Францияға. Францияда кішкентай қалада Гавр деген үлкен фестиваль болған. 14 оркестр бүкіл әлемден келді. Енді біз бірінші болдық. Содан кейін 93 жылда сонан да үлкен фестиваль болған Испанияда. 44 оркестр келді. Қазақ оркестрінің өз музыкамен тағы бірінші орын алды. Оркестрмен 2 рет Германияда, 2 рет Англияда, Ресейде болдық. Тайванда 5 рет болдық. Өнердің жүгін көтеріп, қазақтың атын шығарып, сол мақсатпен өзіміз жұмыс істеп жүрміз. Дүние жүзіндегі бір үздіктің ішіндегі оркестр. Біздің оркестр сияқты дыбысты ешкім ешқандай оркестр ойнай алмайды. Орта Азиядағы тұңғыш үрмелі ағаш аспаптары квинтеті 1997 жылы Алматыда құрылған еді. Араға 7 жыл салып, ұжым филармонияның құрамына кірді. 2004 жылдан бері квинтет мүшелері талай асуларды бағындырды. Бәріміз бірге көрейік, басынан бастап. Бізде 5 адам, 5 музыкант, оркестрде 60-70 адамға дейін барады. Енді мынау квинтет кішкентай оркестр болсақ айтуға болады негізі. Өйткені флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна деген инструменттер бар осы құрымда. Өте жақсы инструменттер. Сондықтан бір кішкентай оркестр сияқты жұмыс істей алады. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері профессор Жанат Ерманов тұңғыш қазақ кларнетшісі.
осы кларнет классына апарған. Содан бері мен оқып жүрмін. Соны тастамай. Сол қазақ домбыра дейді ғой, сол сияқты маған кларнет. Жанат Рахметоллаұлы Моцарт атындағы Европалық музыка академиясында білім алған. Академия әлемнің әр түкпірінен жылына 40 музыкантты қабылдайды. Бұл академияда оқу сол кезеңде Орталық Азиядан Жанат Ахметовқа ғана бұйырады. Шетелде оқып жүрген кезі 96-97 жылды Польшада Европа академия, Моцарт академиясында оқығанда біз түлектерміз ғой енді. Сол кезде үлкен мұғалімдермен, атақты музыканттармен кездескенбіз. Осы концерт ойнап, дәріс алып жүрген кезде осындай ой келді: Қазақстанда осындай 5 адамға квинтет ашуға әбден мүмкіншілік бар деп. Сол жерде сондай бір ой туған. Содан Жанат Ерманов туған жерінде үрмелі аспаптар квинтетін құруды армандайды. Шет жұртта оқуын тәмамдаған соң отанына оралып іске кіріседі. Ақырында 1997 жылы Қазақстандағы үрмелі ағаш аспаптар квинтетін құрады. Бұл жалпы Орталық Азиядағы тұңғыш камералық ұжым болды. Бұл ұжым Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясының құрамына 2004 жылы кіріп, мемлекеттік мәртебе алды. Бүгінде квинтет құрамында талантты музыканттар еңбек етуде. Служан Елубаева флейташы, Қазақ ұлттық консерваториясының түлегі, жоғары оқу орындары арасындағы студенттік олимпиаданың лауреаты, ислам елдері арасындағы 3-ші халықаралық байқаудың жеңімпазы. Санжар Қадырбеков те болашағынан үміт күттіретін музыкант, валторнашы. Ал Талғат Сабабеков фагот аспабында ойнайды. Жоғары оқу орындары арасындағы студенттік олимпиаданың 19-ші халықаралық шабыт фестивалінің лауреаты. Асыл Жақыпбек габойшы, Канададағы Монреаль және МcGill университеттерінің магистрі, габойшылар ассоциациясының мүшесі, республикалық және аймақтық байқаулардың лауреаты. Бұл жастар талай халықаралық байқауларға қатысып, жеңімпаз атанып жүр. Квинтет Францияға, Анри Тамази атындағы халықаралық байқауға 2 мәрте қатысты. 2016 жылы Белбранд Эуард халықаралық музыкалық сыйлығының лауреаты атанды. Олар дуэт болып, трио, квартет болып та концерт қоя береді. Өйткені бұның мүмкіншілігі көп, бұл топтың мүмкіншілігі көп. Бұл топ мысалы 5 адам ғана ойнамай, 4 адам квартет болып кетеді кезінде керек. Сол сияқты трио да бола алады, мысалы дуэт та бола алады. Содан кейін бұл топ кейде керек кезде мысалы әншілерге аккомпанемент болады. Ұжым Италия, Франция, Англия, Австрия, Ресей сияқты шетелдерде өнер көрсетіп жүр. Фортепианомен жақында біз бір үлкен проект жасағанбыз Италияға барып. Сонда Фиоренцо Паскалуччи деген пианист келіп, бізбен Франсис Пуленктің секстетін ойнады мысалы. Бұл оригиналды жазылған өте тамаша шығарма. Соны қазақстандарға көрсеттік. Содан кейін Италияға апарып, Италияда 5 қалада ойнап шықтық. Біз Австрияда болдық, Францияда 2 рет болдық, Южной Кореяда болдық. Европада Минск қаласында болды. Международная музыкальная премия Белбренд Эворд дейді. Соған бір 25-30-да мемлекет қатысты. Соның ішінде біз лауреат атағына ие болдық. Кларнет, флейта, габой, валторна және фагот. Музыканттар осы аспаптармен небір кесек шығармалар орындайды. Көрермен олардан қашанда бір ерекшелікті, керемет концертті күтеді. Квинтет мүшелері 5 түрлі аспаппен өнер көрсетеді. Бұл музыкалық аспаптардың әрқайсының өзіне тән дыбыс тембрі, динамикалық мүмкіндігі, белгілі бір диапазоны бар. Флейтаның ерекшелігі ол өте сыңғыр дыбысы. Мысалы оркестрде біз жарып шығамыз. Ең жоғарғы ноталарды алған кезде барлық инструменттерден біздің дыбысымыз жарып шығады жоғарғы жақта.
және үрмелі аспаптардың ішіндегі бас жетекші аспаптардың бірі флейта болып саналады. Өзімнің инструментім валторна. Ол мыс аспаптар, үрмелі аспаптарға жатады. Осының арқасында талай жетістіктерге жеттім, талай белестерді бағындырдым деп айтуға болады. Менің аспабым фагот деп аталады. Бұл Италия елінде шыққан өте көне аспаптың бірі. Кезінде негізі бұл ағаштан жасалады. Мұндай механизмдар кезінде жоқ болмаған. Аспаптың дауысы енді регистрі өте ауқымды, жоғары келеді. Төменгі ноталардан бастап, жоғарғы ноталардан дейін алуға болады. Бұл құрамға классикадан, музыка бароккадан бастап, 16-17 ғасырдан бастап жазған композиторлар көп. Россинидан бастап, Моцарт, Бетховен, Бах деген сияқты. Бүгінгі күнге композитор Чайковский, Рахманинов, Пендерецкий сияқты өте көп шетелдік композиторлар жазады. Кешкі абонемент деп айтаймыз. Үлкен абонементтеріміз бар. Онда 12 концерт жылына. Ол концерттердің ерекшелігі әлемге әйгілі дирижерлар мен солисттердің, оның ішінде аспаптық орындаушылар және әншілер бар. Арменияның еңбек сіңірген артисі Карен Дургарян келеді екен міне. Россиядан лауреат международный конкурс Галия Жарова дейді. Америка құрама штатынан Дориан Уилсон келеді 25 январда. Россияның халық артисі Максим Федотов, жаңағы скрипка. Міне жерде тағы кім бар? Народный артист Республики Татарстан Рем Урасин. Міне жерде Владимир Дё, скрипка Америкадан, капелламен. Александр Анисимов, Белоруссиядан. Мынау жаңа біздің мемлекеттік хор капелласымен. Мына жерде міне Евгений Бушков деген Россиядан дирижер. Мына жерде біздің Жания Яхияна, яғни Евгений Бушковпен бірге өнер көрсетеді. Оркестрмен көрдіңіз бе? Мына жерде Валентин Урюпин, Россия дейді. Міне осы сияқты үлкен белгілі халықаралық деңгейдегі дирижерлар, әншілер алдын-ала келісім шартқа отырылып, солар шақырылады. Қадірлі көрермен, бүгінгі бағдарламамызға арқау болған өнер ұжымдары Қазақстанның және шетел сахналарында үлкен шығармашылық табыспен концерт қойып жүр. Сөзімізді түйіндеп айтар болсақ, қазақ өнерінің осы музыканттардай жауһары бар. Әлем халқын мойындатарлық қауһары бар. Амандықта жүздескенше.